Жедел ақпарат, саламатсыздар ма құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтар алушылардың қатарынан білгіңіз келсе, лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Мен адастым. Алматыда 10 адамды атып өлтірген Көлекбаев алғаш рет сұхбат берді. Көлекбаев өзі өлтірген адамдардың туыстарынан кешірім сұрады. Өмір бойына бас бостандығынан айырылған Руслан Көлекбаев сотталғаннан кейін алғаш рет журналистерге сұхбат берді деп хабарлады КТК телеарнасы. Қазір Руслан Көлекбаев жазасын Қостанай облысындағы Қара Бүркіт қатаң режимдегі колониясында өтеп жатыр. Карцерде кітап оқиды. Оған анасы мен балаларын көруге рұқсат етілген. Көлекбаев мекемеге келген кезде мінезі тұйық болды. Радикалды мінезі оңалмаған күйде болды. Басқа адамдармен байланыспай өзі оқшау отырады. Тек мекеменің қызметкерлерімен ғана, кейде психологтармен және теологтармен сөйлеседі, дейді колония басшысы Дархан Нұрекешев. Ол Алматыда халықты жаппай атып жатқан кезде жағдайының қандай болғанын да жасырмай айтты. Ішімде алай-дүлей төңкеріс болды. Ойым жаман істесем екен, кімді өлтірсем, кімнен не тартып алсам деп сол жайлы ғана ойладым. Мен сол кезде не істеп жатқанымды түсінбедім. Мен адастым. Білімді дұрыс алмадым деп қосты өмір бойына бас бостандығынан айырылған кісі өлтірушісі. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.